Адамдарды жақсы көрген сайын олар сені көзге ілмеуді бастайды. Адамдарды кешірген сайын олар сені өз пайдасы үшін пайдалана бастайды. Олар үшін бәрін жасаған сайын адамдар сені бағалауды доғарады. Тек осының бәрін өзіңіз түсініп, олардың өмірінен кеткенде ғана олар өздері үшін өмірде ең қымбатты адамын жоғалтқанын түсінеді. Сен не істесең де алға ұмтылып, өміріңді жақсы жағына қарай өзгерткің келсе де, саған қарсылық білдіріп, көңіліңді түсіргісі келетіндер бәрібір табылады. Сондықтан бір рет қана берілетін өмірде бәрін өзіңіз қалағандай жасай беріңіз. Адамдарға үнемі екінші рет мүмкіндік беріңіз, бірақ үшінші рет ешқашан. Есіңізде болсын, өзгелер мені бағаласын десеңіз, алдымен өзіңізді өзіңіз бағалап үйреніңіз. Себебі сіз өзіңізді қалай сыйласаңыз, өзгелер де сізге сондай көзқараспен қарайды. Адамдар ешқашан өзгермейді. Олар бар болғаны біраз уақытқа дейін өздеріне қолайлы рөлді сомдайды. Біздің айналамыздағы адамдар екіге бөлінеді. Бірі жанымызда бола тұра өз орнын таппағандар, ал екіншісі олармен бірге өмір сүру қиындық тудырса да, бірақ оларсыз өмір сүру мүмкін емес. Егер сіз күткен адамның сізге уақыты жоқ болса, тез арада ол адамнан аулақ жүріңіз. Себебі сіздің бар өміріңіз сол адам үшін кезек күтумен өтіп кетеді. Сізге қызғанышпен қарайтын адамдарға ренжудің қажеті жоқ. Себебі олар сіздің өзінен мықты екеніңізді мойындап отыр. Кейде адамгершілік деген қасиеттен бас тартқыңыз келеді. Себебі ол сізге өзгелердің істеген сатқындығын өздеріне қайтаруға кедергі келтіреді. Өз бойыңызға мынадай жақсы қасиет қалыптастырыңыз. Өмірде көңіліңізді қалдырып, сізді ренжіткен адаммен алысып әуре болмаңыз. Жай ғана оны өз жамандығымен өзін жалғыз қалдырыңыз, және екінші ол адаммен жақын араласпаңыз. Өмірде ең өкініштісі, өзің үшін бағалы адамдардың сені түсінбеуі. Өмірде ең таң қаларлық нәрсе, адамдар саған қандай көзқараста болса, сенің де оларға дәл сондай көзқараспен қарағаныңа ренжуі. Өмірде кейбір әрекеттер бар, оларды кешіру мүмкін емес, кейбір сөздерді ұмыту мүмкін емес, ал кейбір сәттерден кейін сен үшін өмірдегі ең жақын адамың бүтіндей бөтен біреуге айналады. Өзгелерді сыйлау немесе сыйламау өз еркіңіз, ал өзгелерге құрметпен қарау сіздің тәрбиеңіздің көрінісі. Жаныңызда жүргендердің нағыз бет-бейнесін басыңызға іс түскенде білесіз. Сол кезде кімнің дос, кімнің дұшпан екені мәлім болады. Өміріңізден адамдар кете бастағанда, оларды өз еркімен оңай жібере біліңіз. Бұл дегеніміз олардың жаман екенін білдірмейді, жай ғана олардың сіздің өміріңіздегі рөлдерінің тәмамдалғанының белгісі екенін түсінуіңіз керек. Өмірде өзгеге жасағаныңыздың бәрі өзіңізге міндетті түрде қайтып айналып келеді. Жақсылыққа жақсылық, жамандыққа жамандық. Өмірде жолым болсын десеңіз, өзгелерге көп жақсылық, жақын адамыңызға көп уақыт, балаларыңызға бүгінгіден де көп махаббат беріңіз. Сонда істеген жақсылығыңыздың барлығы өзіңізге күтпеген жерден екі еселеніп қайта оралады. Хабарласпаса, іздемесе, демек сізге зәрлі емес. Осыны түсінуіңіз керек, бірақ мұнымен қоймай ол адамды ақтап алатын, өз-өзін алдайтын жандар өте көп. Құрметтеуді білетіндер ғана құрметке лайық. Өмірде бәрі қарапайым әрі оңай.
адамдар өздері оны қиындата түседі. Біреулердің дөрекілігі мен тәрбиесіздігіне бола қапаланып, өзіңізді төмендетпеңіз. Өйткені әркім өзінде барды ғана көрсетеді. Әдемі сөздерге сенбеңіз. Адамның қандай екенін тек қана оның жасаған әрекеттеріне қарап біле аласыз. Жай ғана оның жүрісі мен тұрысына, жасаған амалдарына қараңыз. Сонда ғана бәрі мәлім болмақ. Адамдардан қанша көңіліңіз қалса да, олар бәрібір сізді таң қалдырудан жалықпайды. Таңертең ұйқыңыздан оянғанда бірінші болып ойлайтын және кешке ұйқыға жатар алдында ойыңызға ең бірінші болып түсетін адам сіздің бақытыңызды, не болмаса қайғыңыздың себепкері. Жақсы өмір сүрудің ең алғашқы амалы өзіңізге ұнамайтын жерден тез арада кету. Егер сіз өзіңізді оның жанында қалғанда жалғыз қалғандағыдай еркін сезінетін адам таппасаңыз, демек ол адам сіз үшін ауадай қажет әрі бағалы. Ешқашан ешкімге ештеңе дәлелдемеңіз, себебі бұл геометрия теоремасы емес, сіздің жеке өміріңіз. Ешкімнің сөзіне сенбеңіз, себебі қазіргі кезде сөздің қадірі жоқ. Қадіріңді кетірмей адамдардың сені бағалағанын қаласаң, өзіңе өзің сыйлы бол. Дұшпаныңнан жасырғаныңды досыңа айтпа, өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Достықта дәл солай. Мені күйеуім, ата-анам, бауырларым немесе достарым бақытты етеді десеңіз, қатты қателестіңіз. Адам бақытқа өзі ғана жетеді, тек қана өзі. Қызғаншақ адамдар өзінің қолынан келмейтін нәрсені көп әңгіме етіп, өзі көре алмайтын адамның ісін сынағанды жақсы көреді. Өзін өзгеден төмен санайтындар ғана қызғанышқа бой алдырады. Көп адам бақытты көтере алмайды. Бұл жердегі әңгіме өз бақыты жайлы емес. Адамның жақсы көңіл күйде болуының өзі дұшпанының ренішін тудырады.